Бас прокуратурада бір басшы прокурор осыдан бір жыл алдын өзінің қабылдауында айналайын бауырым, сен алаңдамай Алматыға кете бер, мен сенің ісіңді өз бақылауыма алатын боламын деп шығарып салған болатын. Ол кісінің бауырым деген сөзіне мен сеніп, үміттеніп Алматыға кетіп, сол бір жылдың ішінде прокуратураға келіп, ешкімнің мазасын алған жоқпын. Бірақ осы аралықтарда жазған арыздарым Алматы қаласына жіберіліп, Алматы қаласының прокуратурасы әртүрлі жазылған арызға бір ғана жауапты қайталап беріп отырды. Кеше сол прокурор ертең сағат 11-де менің қабылдауыма келсін деп айтқан екен. Бүгін қабылдауында болып, сол уәдесін есіне салған кезінде уәдесі әлі күшінде екенін, әлі де жасайтынын айтып, біздің көзімізше екі прокурорын шақырып, тапсырмасын беріп, бізді қуантып шығарып салды. Кейде халыққа заң емес, әділ сөз, шынайы ниет керек. Уәдесінде тұратын қызметкерлер бір ғана адамның ғана емес, тұтас халықтың сенімін сақтап қалатын ақиқат. Мен тек шындықты ғана іздеймін. Шындықтың шыңы биік, шығар жолы қиын болғанмен, бүгінін емес, ертеңін ойлайтын адал азаматтардың арқасында сол шыңға жетіп, бейнетімнің зейнетін көремін деп сенемін.